Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Азиза. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте нәзік, керемет дәмді шоколадты мусты жасалу жолын көрсетемін. Отбасыларыңызға жасап беріп, таң қалдырыңыздар. Десертке жасап берсеңіздер, олар өте қуанып қалады деген ойдамын. Құрамы да үйде бар қолжетімді заттардан тұрады. Қажетті құрамды описание бөлімінде толық жазып қалдырамын. Бізге бар жоғы керегі шоколад, 30 грамм қант, 1 жұмыртқа және 60 грамм ыстық су, 60 мл ыстық су қажет болады. Шоколадымызға ыстық суды құйып, баяу отта араластырып, қайнайтындай жағдайға жеткіземіз, бірақ шоколадты қайнатып жібермейміз. Араластырып отырамыз, тоқтамай араластырып отырамыз шоколадымызды. Бу шығып қайнайтын жағдайға жетті, бірақ қайнатпаймыз. Оттан түсіріп, шоколадты массамызды оттан түсіреміз. Жұмыртқаны бөліп, мен видеоны қоспай қойыппын. Жұмыртқаны бөліп сарысын шоколадқа қоямыз, ағын бөлек ыдысқа, бөлек таза құрғақ ыдысқа қоямыз жұмыртқаның ағын. Жұмыртқаның сарысын шоколадқа құйып, сразу араластырамыз. Осылай араластырып, оны шетке қоя тұрамыз. Енді белокты, яғни жұмыртқаның ағын қант қосып, аппақ болғанша, көпіргенше араластырамыз. 5 минут бойы араластырамыз. Осылай аппақ көбік болып, көлемі 2-3 есе үлкейеді. Енді осы массамызға шоколадты массамызды қосып, сұйықтығымызды қосып, миксермен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Осылай бір тегіс масса шыққанша араластырамыз. Каналдың дамуына қолдау көрсетіп кетсеңіздер, сіздерге алғысым шексіз. Ол үшін каналға жазылып, арнаға жазылып, подписация етіп, колокольчикті басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Балаларыңызға осылай жасап қойсаңыздар, бір ғана шоколадтан осындай үлкен көлемде масса шығады бізде. Бұл шоколадты мусымызды кәдімгі біз дүкеннен сатып алатын нутелла бар ғой, шоколадты масса, дәл сол сияқты болады. Беті жабық контейнерге жасап қойсаңыздар, таңғы асқа тезірек жеп кетуге де балаларға өте ыңғайлы әрі дәмді болады. Бұның арасына жаңғақты ұсақтап, блендермен өткізіп, қосып жіберсеңіздер де болады. Өте дәмді болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қосуға да болады. Енді осы құйып алған формаға құйсаңыздар болады, немесе осылай ыдысқа құйып, холодильникке 1 сағатқа салып қойыңыздар. Бұл массамыз қатаяды холодильникте 1 сағат тұрған соң. Холодильниктен шығардық. Шоколадты массамыз қатайды. Енді бетін өздеріңіз қалағандарыңыздай сәндеп шығуға болады. Жаңғақ сеуіп, мен ақ шоколад септім. Қара шоколад сеуіп шықсаңыз болады, немесе кокос сепсеңіз де болады. Немесе жеміс қойсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеп столға тартсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Балаларыңызды қуантыңыздар.